Сәлем достар, біз React тегін курсының 4-ші сабағына келіп жеттік. Бүгін бізде тақырыпта React хуктары. Хуктарының бірімен таныссыздар. Осыған дейін біз бірінші сабақта оны өткен болатынбыз. Егер ұмытып қалған болсаңыздар, бірінші сабаққа сілтеме мына жоғарыда шығатын болады. Содан кіріп қарап алыңыздар. Ал бүгін бізде 5 түрлі React хуктары болады. Оның ішінде use effect, use ref, use context, use memo мен use callback. Сонымен бастайық. Алғашқы болып өтетін хук ол use effect. Use effect біздің компоненттің жағдайының өзгерістерін көрсететін хук. Қазір мысалмен бәрі түсінікті болады деп ойлаймын. Мысалда бізде осыған дейін қолданылған app.js, яғни ештеңе өзгермеген, тек app.js-те мынадай тізім бар. Және тағы бір message деген мындай компонентті дайындап қойдым. Ол да күрделі емес. Міне message ол текст деген проб салады және текстті көрсетеді. Болды. Енді міне қараңыздар, use effect-ті біз кез келген компонентті қолдана аламыз. Міне app'та тіпті осы жерде жазып қойын. Бірден use effect мысалы жазған кезде міне қараңыздар, бұның жазылу өзінің синтаксисін қарайық. Use effect былай шақырамыз. Міне қараңыздар, мына returnға дейін, яғни осы жерге дейін қолданылады бүкіл хуктар. Және естеріңізде осы хукты if-тардың ішіне салуға болмайды. Және for-тардың ішіне салуға болмайды. Және осы жерде use effect-ті шақырамыз және бірінші параметр ретінде ода функция бар, және екінші параметр ретінде жиым бар. Жиым енді бос жіберуге болады, ішіне тағы бір нәрсе салуға болады. Енді қазір нақты кейін өтеміз. Әзірге осы функцияға мән берейік. Функцияның ішіне кез келген консоль логты барлығын жасай беруге болады. Кәдімгі қарапайым біздің оқу функциямыз. Міне консоль лог, мына жерге енді app-тың use effect шақырылды деген жазайық. Use effect шақырылды. Не жаздым және бірден қате кетті. Неге? Себебі мен use effect-ті импорт жасаған жоқпын. Біз use state-ті React-тан шақырғанбыз. From React деп тура сол сияқты use effect-ті де осы React-ның ішінен алатын боламыз. Міне жаңартайын, консоль өшіп қалу үшін. Міне app use effect шақырылды деп тұр. Қазір мен мына жерге не істедім? Бос жиын берген кезде мына use effect бір рет қана шақырылды. Және шақырылған міне осы жерден көріп отырмыз. Дәл осы use effect-ні біз message-ге де сала аламыз. Бірақ message-ді біз мына app-қа әлі салған жоқ болатынбыз. Сондықтан мына төменге message-ді шақырып көрейік. Бұл жерде енді импорт жасауымыз керек. Import message from, бізде қазір message деген компоненті бар. Сақтаймын және мына жерде app емес message деп жазып қоям. Сақтаймын және қате береді, себебі мен мына жерге импорт жасаған жоқпын. Импортты жасаймын және сақтаймын. Осы жерде енді жаңартып көрейік. Міне қараңыздар, message use effect шақырылды. Мына жерде мына консоль шықты. Және екінші app-тың мынадай консоль шықты. Бірақ неге? Message-дікі бірінші шықты. Message біздің ол app-тың несі ғой? Child'ы ғой. Негізі app-тікі шығу керек сияқты деп ойлаймыз, бірақ олай емес. Ең бірінші parent-тікі емес, child-тікі шығатын болады. Одан кейін барып app-тың, яғни parent-тің use effect-сі шақырылатын болады. Осыны есте сақтап алайық. Енді ары қарай күрделендірейік. Use effect-ні тағы да қандай кезде қолдана аламыз. Мына жерде message-ге тек қана message-ді шақырдық та, бірақ бізге ешқандай текст берген жоқ едік. Сондықтан мына жерге бір текст берейік. Сәлем деген текст берейік. Сақтаймын. Сәлем деп мына жерде текст шықты. Енді былай істейік. Мына use effect-тің жиымына біз текстің өзін жазып көрейік. Текстің өзін жазып көрсек, қалай болады екен? Бұл жерге текст use effect шақырылды деп
тағы бір жазып қояйық. Жаңартам, үшеуі де кезек-кезек шықты. Енді мына жерге шатасып қалмас үшін нумерация берейік. Мына жерде 1, мына жерде 2. 1 мен 2 шақырылды. Және үшіншісі болып мына аттың use effect шақырып тұр. Енді мен сәл мына жерде бір біздің месседжді қолданылу әдісін сәл өзгертейін. Мына жаққа бір батырма қосайын. Баттын. Және ол не істейді? Ол біздің месседждің текстін өзгертетін батырма болсын. Мына жерге click me деп жазып қойын. Және оны естеріңізде болса, on click деген функция шақырамыз. Ол жерге on click button деген функция жасайын. Мына жерге ол функцияны анықтаймыз осы жерде. Және бұл жерде біз текстін өзгертуіміз керек. Өзгерту үшін біз сәлем деген сөздің орнына айнымалыны қолданамыз. Бірақ айнымалы жай var let емес, бұл айнымалы қандай болу керек? Әрине бұл use state қолдану керек. Яғни const text және set text бұл біздің use state'імізге тең. Бастапқы сөз сәлем болсын. Және біз use state'ті импорт жасауымыз керек. Әзірге жұмыс істей көрейік. Міне клик жасап тұр, бірақ әзірге бұл кликіміз ештеңе жасамайды. Ештеңе өзгертпейді. Енді біз ол текстті өзгертетіндей жасайық. Мына текстің орнына error деген бір қате деп шығарсын. Енді жаңартам. Өзгертем. Бізде error деп өзгерді. Себебі мына on click текстті өзгертті, ал текст мына месседжде көрсетіліп тұр қазір. Енді егер мына кликті қайта-қайта басатын болсақ, мына use effect қайта-қайта шақырылмайды. Себебі ол білет, мына жерде текст өзгермегенін білет. Ол error тұр, солай қалып тұр. Бірақ мына жерге тағы бір батырма қосайық. Ол керісінше errorды алып тастап, оның орнына сәлем деген сөзді өзгертсін. Енді click button 2 деп қоя салайын мен жылдан болу үшін. Және мына жерде ол енді error емес, бізде сәлем деген сөзге өзгертсін. Жаңартам. Бізде 2 батырма пайда болды. Міне жаңағыдай use effecттер бәрі шақырып тұр. Енді click me'ді біріншісін басатын болсам errorға өзгереді. Және мына text use effect шақырылды деп, мына екінші use effectіміз шақырылды. Ал егер тағы да өзгертетін болсам, ол тағы да екінші рет шақырылатын болады. Мынаны басам, ол тағы да шақырылатын болады. Яғни өзгеріп атқанын мына use effect біледі. Екеуін салыстырады. Яғни біресе error, біресе сәлем деп екеуі өзгеріп атыр. Сондықтан мына use effect шақырылады. Егер біз міне қарасаңыздар, мына ең бірінші жазылған use effectіміз ол бір рет қана шақырып тұр. Одан кейін қанша өзгертсек те мына props'ты ол шақырылмайды. Ал мына use effectті түсіндіңіздер. Тек мына жиымда жазылған басқа айнымалылар өзгерген кезде ғана шақырылады. Мына жаққа текст қана емес, тағы да үтірмен басқа айнымалыларды жазуға болады. Мысалы, мына жерде type деп тағы бір кез келген айнымалы болуы мүмкін. Ол айнымалы әзірге сіздер білетіндей props болуы мүмкін. Енді мына жиымы жоқ use effect жасап көрейік. Тағы бір үшінші әдіс мына use effect қолданудың. Бұл қай кезде шақырылатынын қазір көретін боласыздар. Мына жақта айнымалы жоқ, бірақ жиымы жоқ use effect. Use effect жиымсыз деп жазып қойын. Жиымсыз сақтаймын. Және жаңартып жіберейін. Енді errorға өзгертем. Қараңыздар, use effect жиымсыз шақырылды. Мына жаққа 3 деген нумерация қойып қойық. Бірден бізге түсінікті болу үшін. Сақтаймын, жаңартам. 3 шақырылды. Міне 3 бірінші ретте шақырылды, екінші рет басылғанда да шақырылды. Мына click me үшінші рет басам, екінші рет басам, үшінші рет мынау use effect тағы да шақырылады. Яғни әрбір мына
состояние, яғни компоненттің жағдайы өзгерген сайын мына useEffect шақырыла беретін болады. Бірақ бұл useEffect'ні біз көп қолданбаймыз, себебі көп жерде шатасып кетуіміз мүмкін. Әрбір өзгерісте бір нәрсені шақырып отыру, ол кішкене бізге пайдасы көп емес. Сондықтан мынаны өте сирек қолданыңыздар. Енді тағы бір жағдай useEffect'нің қолданатын түрі бар. Ол жаңағы айтқандай state міндетті түрде ол шақырылады. Міне қараңыздар, мына жерге тура текст қоя салдым. Текст бізде мына app.jsx-те ол state, ал мына message-да ол props. Мына жерде state-ке қойып қойдым. Міне қараңыздар, useEffect, және мына жерде так, 0 деген сан бере салайын. Және мына жерде useEffect шақырылды. Текст app-тың тексті өзгеріп жатыр. Сақтаймын, жаңартам. Консольдар көбейіп кетті. Мына екеуін әзірге алып тастайын. Маған керек емес бұлар. Сақтаймын, жаңартам. Міне 0 шақырылып тұр. Басам. Міне бізде текст өзгеріп отыр ғой. Стейтіміз өзгерген сайын мына консоль шыға береді. Яғни бұл біздің useEffect'ті қолданудың 4-ші жағдайы. Енді 5-ші жағдайына өтейік. Бұл енді күрделі болуы мүмкін. Енді useEffect'те негізі return деген функция бар. Міне қараңыздар, return және функция. Бұл не функция? Бұл мына компоненті unmount жасаған кезде шақырылатын функция. Яғни unmount деген мына DOM элементтен алып тастайтын жағдай. Мысалы айтайық, мына жерде біз бірінші страницада тұрған, мысалы, және тағы бір страницаға өтіп кеттік. Мысалы, profile деген страницаға өттік, бетке. Енді бізде ондай қазір ешқандай бет жоқ қой, бірақ бар деп ойлайық. Сол кезде басқа компоненттер көрінетін болады. Ол кезде мына компоненттер, қазірде бар компоненттер көрінбейді. Сол кезде ол unmount болады да, компоненті. Және тағы бір жағдай бар, компоненттің unmount жасаудың. Ол біздегі мынадай if, естеріңізде ме? Егер мына жақта қандай да бір шарт орындалса, мына месседжді көрсет, болмаса ештеңе мынандай бір текст көрсет деп жазып қоямыз. Мысалы, error деген текст жазып қояйын. Егер мысалы мына жерде текстіміз errorға тең болса, errorды көрсет, errorға тең болмаса, онда месседжді көрсет деп жазайық. Так, мына екеуінің орнын ауыстыра салайын енді. Нақты түсінікті болу үшін. Қараңыздар, текст егер бізде errorға тең болса, онда error деген текст көрсет дейміз. Ал егер ондай болмаса, онда месседжді көрсет деп тұрмыз. Так, көрейік. Мына жерде осылар тұра берсін. Так, жаңартып қойын. Сәлем деп көрсетіліп тұр. Неге себебі мына жерде ол errorға тең емес. Енді errorға айландырам. Сол кезде менде error деген текст пайда болады. Негізі мынау unmount жасалынды месседж. Unmount жасалғанын көру үшін нақы консольмен тексере саламын. Консольмен мына жерге мысалы unmounted деп жасайын. Unmounted. Сақтаймын және жаңартам. Жаңартқан кезде қайтадан ең бастапқы жағдайға қайтадан айналып келеді. Сәлем деген көрсетіліп тұр. Және мына жақта бұрынғы тексттерім шығып тұр. Кликмей errorға айландырған кезде міне unmounted шақырып тұр. Енді unmount жасаған кезде біз мына функцияны не үшін шақыруымыз керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл функция енді бізді memory leak-тан сақтайды. Memory leak деген енді орысша аударсақ утечка памяти. Қазақша онша аудара алмадым. Сіз кімде жақсы ой бар, комментке жазыңыздар. Енді мағыналық тұрғыдан аударатын болсақ, жаттың нашарлауы немесе артық жаттың артық қолданылуынан сақтайды. Бірден мысал айтайын. Мысалы set interval деген бізде функция бар. Бұл әрбір мына жазған миллисекунд бойынша мына функцияны шақырып отырады. Қазір мен жазған жағдайда әрбір секунд сайын консоль лог шығаратын болады.
консольдокта мен интервал деп жазып қоямын. Қазір тексеріп көрейік қаншалықты шығады екен. Міне, әрбір секунд сайын интервал шығып тұр. Міне 3, 4, 5 бірнеше рет шығып жатыр. Міне мына жақта шығып жатыр. Енді мына жерге up.jsx-ке қараңыздар. Жоқ болып кету керек қой, ана сәлем деген. Міне сәлемді басам, бірақ интервалымыз қайтадан басталады. Қараңыздар. Қайтадан дегенде енді жалғаса береді да, тоқтамайды. Енді қайтадан алып келем, тағы да жалғаса береді, тоқтамайды былайша айтқанда. Енді оны біз тоқтатуымыз керек. Тіпті мынау өзгеріп кетті уақыты. Өте жылдам кетіп жатыр. Осы утечка памяти деген осы. Мына жерде енді консольдок қаншалықты сіздердің жадтар, компьютердің жадына әсер етеді деп сұрасаңыздар, ол мына жақта тек консольдок жасамайсыздар ғой. Бұл жерде өте үлкен функция болуы мүмкін. Бұл жерде жаңағы біздің базаға сұраныс болуы мүмкін. Осының бәрі біздің мына жасап жатқан қосымшамызды, кодымызды нашарлатады. Программамызды нашарлатады, браузерді тоқтатып тастайды. Мен сондықтан мына жерге енді басқа нәрсе, енді мына утечка памяти болмас үшін мына қайтарылған функцияда мынаны өшіріп тастауымыз керек, тоқтатуымыз керек. Қазір тоқтап жатқан жоқ, мен тоқтататындай істеймін. Ол үшін мына жерде біз clear interval деген функцияны шақыруымыз керек. Clear interval. Енді мен нақты мына интервалды өшіру үшін бұл жерге енді айнымалы қоятын боламын. Const бізде inter деген айнымалы қоя салайын. Мына айнымалыны мен өшіріп тастауым керек. Айнымалы дегенде енді мына интервалдың аты. Енді нақты орындала ма екен, бұны тексеріп көрейік. Жаңартам. Қазір интервал шақырып жатыр. Міне 3, 4 деп кетіп жатыр. Мен мына кликмиді басқан кезде ол тоқтау керек. Басам, мына error пайда болды және тоқтап қалды. Қараңыздар, интервал енді шығарылмайды. Себебі не істедік біз? Unmount жасаған кезде интервалды өшіріп тастадық. Енді қайтадан mount болған кезде ол қайтадан бастау керек. Кликмиді қайтадан басам, ол міне интервал қайтадан шақырылды. Интервал қайтадан істеп тұр, өзінің әрекетін жасап тұр. Және оның несі, жаңағы жылдамдығы дұрыс күйінде. Мынаны қайтадан басам, ол тоқтап қалады. 12-де тоқтап қалды, ары жалғасқан жоқ. Міне сондықтан мынау өте маңызды. Бұл жерде set интервалды міндетті түрде тоқтату керек осылай clear интервалмен. Енді осы set интервалға ұқсас set timeout бар. Set timeout бір рет қана орындалады. Оны біз мынаған керек емес деп ойлауымыз мүмкін. Clear timeout деп өшіріп керек емес деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ мысалы айтайық, мына жерде сізде set timeout жасаңызда бір 10 секундтан кейін бір өте үлкен функция орындалып және базаға запрос кетеді деп ойлаңыздар. Ол жағдайда сондай компонентта бар, бірақ ол компонентті мына сіздің тайм-аутыңыз орындалғанша, яғни 10 секунд болғанша, мысалы басқа страницаға кетіп қалдыңыз. Кетіп қалған жағдайда енді мынау 10 секундтан орындалады ғой, запрос міндетті түрде кетеді, тағы да memory leak пайда болады. Міне сондықтан set timeout'ты да өшіру керек. Бұдан басқа да жағдайлар бар. Оларды енді асықпай интернеттен қарап алсаңыздар болады. Келесі хук бізде useref. Useref-тің мағынасын айтатын болса, ол рендерлер арасында стейтінің мәнін сақтайды және DOM элементке сілтеме жасайды, яғни референс жасайды. Енді мысалға көшейік. Біз useref-ті былай қолданамыз. Және ол қандай да бір мән қайтарады, яғни сілтеме қайтарады. Сондықтан оны бір айнымалға теңестіруіміз керек. Қазір мен бір input жасаймын, соның референсін, соның сілтемесін осы useref арқылы қолданатын боламын. Міне input ref, енді жерге input жасауым керек. Мына жерге керек еместерін алып тастайын. Use эффекттер маған әзірге керек емес. Мына екі батырма бар және input қосайым мына жерге. Input және әзірге ол көріп алайық, шынымен істеп тұрма. useref-ті бірінші импорт жасауымыз керек. Қазір бізде input пайда болды. Енді мен қазір оған сілтеме берем.
useRef арқылы, осы refтен келген. Ол үшін ref деп жазам, және жаңа жасаған refімді қоятын боламын. Мына жерде ref деген property пайда болады. Бұл қарапайым HTML-да жоқ, бұл ненікі, React-кі ID деген сияқты ғой. Сақтаймын. Қазір менде ештеңе жоқ. Мен қазір былай істеймін. Мына батырман басқан кезде, бірінші батырман басқан кезде мынаған фокус жасау керек. Ол үшін мына батырма басылған кезде, мына шақырылатын функцияның ішінде мен input refті алып, оған фокус жасауым керек. Бірақ мына жақта бірден фокус деп жазбаймын. Бұл жерде current деген нәрсе бар, current деген field бар, және соны жазам, одан кейін барып фокус жазатын боламын. Міне қазір тексеріп көрейік. Қазір менде фокус тұрған жоқ мына inputта. Менен бір жаңа жайын, фокус тұрған жоқ. Мына click me'ді басқан кезде басатын болсам, міне фокус жасалынды. Арай мен текст жазып кете берем. Міне осындай күшті біздің ref бар. Бұл жерде енді біз доммен бірден әрекет жасай аламыз. Фокус қана емес, басқа да функцияларды шақыра аламыз мына дом элементке. Енді useRefтің екінші қасиетіне назар аударайық. Жаңа айтқандай, ол рендерлердің арасындағы мәндерді сақтайды. Ол не деген сөз? Ол, яғни мына стейттің осыған дейінгі мағынасын сақтайды. Мысалы, қазір біз мына жерде бізде input бар, және оған бір мән берек, value деп, val берек, енді val деп айнымалы жасайық. Және қазір use текстіміз бізге керек емес қой негізі, осыны алып тастайық. Бұның орнына value'ді жасайық. Val және setVal. Мына жерде сәлем деп тұра берсе де болады. Міне қазір input'тың мәні сәлем дегенге тең. Қазір өшірсем, ол өшірілмейді, себебі біз не істеуіміз керек? Оны change жасауымыз керек. On change деген функция жасаймыз. Бұл яғни controlled input. On change input деген функция қосамын. Енді мына value'дың мәнін өзгертем. Target value деп. Бір тексерейік. Шынымен бізде мына input істеп тұр ма? Барлығы істеп тұр. Ешқандай қате жоқ. Енді мына батырмалар бізге қазір шынымен керек емес қой. Бұларды комментке алып қойайын. Комментке алып қойдым, және мына жерге қазіргі value, яғни current value деген сөз енгізейін, және қазіргі value'ды көрсететін боламын. Current value, мына жерге енді біз p жасай салайық, төмен қарай түсу үшін. Міне қазіргі жазып отырмын, қазіргі value сақталып тұр. Енді мына жаққа previous value деген айнымалы қосамын. Prevval. Previous value деген, яғни бір рендердің артқа жасаймыз да, яғни previous value, оның алдындағы value. Ол не деген сөз? Мысалы, мына жерге Астана деп жазып отсам, Астан деп жаздым, бұл қазіргі мәні. Енді тағы да өзгертем, қазіргі мәні Астана, бірақ осының алдындағы мәні Астан болды. Яғни previous value Астан болу керек. Міне previous value-ге value деген айнымалыны қосам, бірақ оны мен state қылмаймын, оны ref қыламын. Мына жерде input ref деген мен ref'ім бар, мен оған тимеймін, бірнеше ref жасай бере аламын. Бірақ бұл енді useRef, бірақ input'тың ref емес бұл. Бұл ешқандай дом элементке сілтеме жасамайды. Олай жасамай қойға болады. Міне prevalue деген айнымалы қостым. Әзірге оның мағынасын көрейік. Қазір не шығады? Қате шығады, себебі мына жерге мен current деген сөз жазуым керек. Current қазіргі жағдай неге тең? Қазіргі жағдай ештеңеге тең емес. Сол үшін қазір мына жер бос болып тұр. Енді былай істейміз, оны өзгертіп отырмыз жерге. Use effect қолданайық. Қай кезге? Use effect біз әрбір мына input'тың мәні өзгерген сайын, value өзгерген сайын
мен мына рефтің currentін өзгертетін боламын. Pref valдың currentін мына valға тең болып отырады. Так, көрейік енді. Жаңартып жіберейін. Қазір бос болып тұр. Өшірем. Және толық өшіріп тастаймын. Бірақ мына жерде байқасаңыздар, осыны өшірмей тұрғандағы бастапқы мәні previous value сақталып тұр. Енді жаңағы айтқан мысалдай астананы жазып көрейін. Аны жазам. Қазіргі мағынасы астанаға тең, бірақ оның алдындағы мәні астанаға тең. Енді қазіргі мәнін тағы да пробел жазсақ, енді екеуі бірдей сияқты, бірақ мына жерде пробел бар, бос орын бар. Бірді жазсам, бір current value тең, бірақ оның алдындағы мәнге бір жоқ. Міне осылай біз мына ref арқылы, useRef арқылы бір рендер алдындағы мәндерді қолданып осылай істей аламыз. Енді дәл қандай жағдайда керек болуы мүмкін, мен қазір ойлап тұрған жоқпын, бірақ осындай бір шын өмірде бір мысал кездесіп қалуы мүмкін. Келесі hook use context. Use context ол глобалды немесе жаһанды стейттермен жұмыс істейді. Енді бірден мысалға көшейік. Мен мынадай мысал дайындап қойдым. Бізде app.jsx-те мынадай child бар. Child және ары қарай оның ішінде grand child бар. Оның ішінде ары қарай grand child бар. Яғни бір-бірінің ішіндегі компоненттер. Енді бізде them деген мына жаққа айнымалы қосқам. Them деген ол орысша аударсақ тема. Яғни қара немесе жарқын түстегі біздің сайт. Мысалы, кейбір сайттарға кірсеңіздер, қара немесе ақ түрдегі нұсқалар бар. Мына жақта бір не болады, бір батырма болады, соны басқан кезде қара түске айналады, немесе оны қайтадан басқан кезде ақ түске айналады. Сонымен біздегі them бізде қазір dark. Оны біз ары қарай childқа береміз. Оны бүкіл компонентте қолдануымыз керек, бәрі білу керек қой компоненттер. Сол үшін мен ары қарай themді ары қарай childқа берем. Ол ары қарай өзіне қолданады, ары қарай grand childқа жібереді өзінің ішіндегі баласына. Ары қарай ол grand child өзінде қолданады, ары қарай grand childқа жібереді. Өз кезегінде grand child оны тағы themді қолданады. Яғни бізде бір цепочка, яғни chain пайда болды. Қазақша аударсақ шынжыр бір-біріне кезек-кезек кете береді. Міне мына жақта көрсеңіздер, бірінші app, одан кейін child, одан grand child, одан grand child. Осы themді қолданады. Барлығы да бірдей, бір айнымалыны бір-біріне лақтырғандықтан мен мына жерде light деп өзгертетін болсам, бүкілінде light деп өзгертетін болады. Міне осындай айнымалы. Ары қарай енді қараңыздар, бізде кейде мынандай болуы мүмкін. Мына екі ортадағы child пен grand child, оны қолданбауы мүмкін. Them мысалы мынаны қолданбайды, бірақ қалғандар қолданып тұр. Мына grand child-та қолданбай қойсын. Бұл кезде олар жай не ретінде рөл атқарады, жіберуші, екеуін жалғаушы. Яғни app child-пен байланысты, child grand child-пен байланысты, grand child-қа осы themді жібереді, grand child-қаны осы themді қолданады. Яғни ортадағы екеуі делдал, олар бұл нәрсені қолданбайды, бірақ делдалдығын атқарады. Яғни біз артық код жазып қойдық мына жерде. Артық болмақ түгіл, тіпті егер мына жақта бірнеше айнымал болса, біз шатасып қалуымыз мүмкін. Оның бәрін жібермей қалуымыз мүмкін. Сол кезде бізде енді ми ашу басталады. Сондықтан бұндай жағдайда, егер тек барлық жерде барлық компонент ол айнымалын алу керек болған жағдайда, біздің жағдайда бұл them, бұндай жағдайда осы контекстті қолданамыз. Енді them ғана емес, мысалы user болуы мүмкін. Мысалы авторизация жасады, ары қарай осы userді қолданамыз. Яғни қандай да бір ақпарат бүкіл жерде болу керек. Енді use контекстке оралайық, use контекстпен жұмыс жасайық.
осы земді осы жерде қолданайық. Енді бүйтейік, мына жердегі земнің бәрін алып тастайық. Бізге керек емес, былай біз чейн арқылы бір-біріне бермейміз. Енді қазір мен алып тастадым. Алып тастасам, оны ешкім қолданбайды мына жерде земді. Бұл бізге ешқайсы керек емес. Грант чайлдтағы земді алып тастайын. Бізде зем жоқ бұл жерде. Бірақ қазір контекстпен оны қайтарып аламыз. Контекстпен жұмыс істеу үшін енді контекстін өзін жасау керек. Const them контекст деген бір контекст жасайық айнымалы тұрғысында. Және бұл жерде create контекст деген функция бар. Create контекст бізде міне осылай шақырылады. Және бұл React-тан импорт жасалынады. Т-ны бас әріппен жазуымыз керек, себебі them контекст бұл компоненттер ретінде қолданатын болады. Енді біз мына контекст жұмыс істеу үшін мына апты соған рап жасаймыз. Рап деген енді ол қазақша аударсақ, оны орауымыз керек. Мына контекстің ішіне салуымыз керек. Бұл бүкіл біздің мына жасап жатқан код программамызды осы контекстің ішіне салуымыз керек. Them контекст деп салуымыз керек. Не қараңыздар. Яғни ораймыз. Them контекст. Бірақ them контекстін өзін былай істемейміз. Оның провайдерін қолданамыз. Провайдер деген нәрсе бар. Провайдер. Мына жерде де провайдер жазамыз. Және енді осы жерге бір қандай да бір мәнді қолданымыз керек. Value. Провайдерге бір мән жібереміз. Ол бізде қазіргі жағдайда ол them. Егер басқа нәрсе үлкен айнымалылар қолдансаңыздар, осы жерге сала бересіздер. Ол массив болуы мүмкін, ол объект болуы мүмкін деген сияқты. Енді провайдер бар бізде. Мен жаңартам. Ештеңе сынып қалған жоқ. Бәрі жұмыс істеп тұр. Мен жаңартып жіберейін. Ештеңе сынған жоқ. Біз енді childқа қарай кірейік. Мына childқа кіреміз. Мына жерде them жоқ қой енді. Мынаны өшіре салайық. Бізге керек емес. Мына жерде де өшіре салайық. Енді қараңыздар, бізге them осы жерде ғана керек негізі грант childта. Ол үшін енді const themді шақырамыз, use контекст қолданамыз. Use контекст. Бірақ біз білуіміз керек, қай контекст қолданамыз. Контекст бізде бірнеше болуы мүмкін. Сондықтан мына жердің ішіне, use контекст ішіне сол контекстті жіберуіміз керек. Қазіргі жағдайда бізде ол them контекст дұрыс па? Контекст. Ал them контекст қайдан аламыз? Бұны app.js-тен экспорт жасауымыз керек. Экспорт. Бұны енді мен app.js-дің ішіне сала салдым. Оны басқа жаққа қоюға болады. Міне экспорт жасадым. Және мұны мына жерде қолданамыз. Them контекстті импорт жасаймын. Import them контекст from app-тың ішінде тұр ол қазір. App-тың ішінде тұр. Және themді қолданамын. Мына жерге енді themді шақыра салайын. Them деп сақтаймын. Бәрі сынып қалды, себебі мен use контекстті импорт жасаған жоқпын. Сақтаймын. Міне бізде light, мына жерде де them қолданылып жатыр. Міне сонда біз мына жақта ортасындағы делдалдарды қолданған жоқпыз осы жолы. Біз бірден мына контекст арқылы, мына грант childта ол контекст шақырып алдық. Осы айнымалыны, осы мәнді тауып алдық. Енді мен мына жақта dark деп өзгертем, сақтаймын. Және ол тек app.js X-та емес, ол мына грант childта да өзгеріп жатыр. Яғни контексті біз жаһандық тұрғыда қолдандық. Міне осындай біздің use контекст өте қолайлы осындай жағдайда. Біз оны тек грант child емес, мына жерде де қолдана аламыз. Тура сондай код жазып көрейік. Міне use контекст, мына жерге импорт жасаймыз. Use контекст және themді шақырамыз. Сақтаймын. Не істеді? Them context is not defined. Them контексті біз импорт жасамаппыз. Не сақтаймын. Бізде барлығы dark шығып тұр.
Сонымен біз соңғы екі хукқа келдік. Use memo мен use callback. Екеуі де мемо жасауға, яғни мәндерді сақтауға, кэш жасауға қолданылады. Бұлар негізі міндетті хуктар емес, бұлар сізді біз өзіміздің сайттарымыз жасай берсек болады, бірақ бұлар оптимизация үшін, жылдамдық үшін керек. Сол үшін білу өте бізге керек болады. Енді use memo-ны қолданбас бұрын мынадай мысал, бізде жаңағы компонентке мен мынадай функциялар қостым. Expensive calculation деген функция қостым. Бұл неге expensive? Себебі мына жақта миллиардқа дейін не бар? Форик бар, жүгіретін. For жүгіреді миллиардқа дейін, және намды қосып отырады. Бұл енді мына жаққа қараған кезде мағынасы жоқ, бірақ бұл жалпы үлкен бізде функциялар, жаңағы көп уақыт алатын функциялар бар екенінің сондай бір көрінісі ретінде мен осындай мысал алдым. Енді expensive calculation'ды қарайық. Бұл не істейді? Бұған бір қандай да бір count жібереміз, ол мына calculation есептеп бізге бір қандай да бір мән қайтарады. Ал мына жерде біз өзіміз жақсы білетін increment бар, increment, decrement жоқ, мына жерде increment бар және to do'лар бар. To do енді мына incrementке дым қатысы жоқ, countқа ешқандай қатысы жоқ. Бірақ мына count мынаған қатысты. Осы жерге мына incrementке өте қатты байланысты, set count. Ал бірақ to do'лар оған қатысы жоқ. Негізі to do қатты әсер етпейді. Яғни біз to do'ды басқан кезде мына expensive calculation орындалмау керек. Ол тек мына count өзгерген кезде ғана шақырылу керек, calculating деп тұр ғой. Міне, енді осыны қарайық. Шынымен солай жұмыс істей ме екен? Плюсті басам, calculating жасап жатыр, және бір қандай да бір уақыттан кейін, бір жарты секундтан кейін ба мынау өзгереді, міне бірге өзгерді, мынау миллиард бірге өзгерді. Және calculating шақырылды. Тағы бір рет көрейік. Міне екінші рет шақырылды, және екіге өзгерді, мынау да екіге өзгерді. Сөйтіп баса беруге болады. Енді add to do'ды көрейік. Add to do ол мынаған қатысы жоқ нәрсе. Енді басам, бірақ бізде не істеді? Жаңа to do пайда болды, бір қандай да бір жарты секундтан кейін ғана пайда болды. Бірден пайда болған жоқ. Неге? Себебі calculating жұмыс істеп кетті. Calculating бірақ не үшінші рет тағы бір рет жұмыс істеп кетті. Негізі жұмыс істемеу керек еді. Жұмыс істеп кетіп, неге жұмыс істеп кетті? Себебі мына ненің ішінде тұр. Қалай? Біздің компоненттің ішінде тұрғандықтан бұл қайтадан өтіп шығады да біздің неріміз компонентке. Мына count өзгермесе де мына функция қайтадан шақырылатын болады. Міне осыдан құтылу үшін біз use memo-ны қолданамыз. Use memo өте оңай қолданылады. Use memo. Міне use memo-дан wrap жасай саламыз, тағы да қоршай саламыз use memo-ны. Бірақ бұның ішінде бір функция болу керек. Функция, және ол мына жердегі мәнді осылай өзінің функциясына алу керек. Яғни мына жерде бір функция болады, сол функция мына мәнді қайтаратын болады. Және use memo-да use effect сияқты жиым бар. Жиым ол мына жерде қолданылатын айнымалылардың тізімі жасалынады. Яғни осы count өзгергенге байланысты осыны есепте деген сөз. Міне қараңыздар, count өзгерсе, мысалы 3-ке өзгереді қазір, 3-ке өзгерген кезде expensive calculation шақырылады. Енді екінші рет count өзгермесе, бірақ мына жерден өтеді ғой, то есть басқа стейттер өзгереді, бірақ мынау қайтадан шақырылады use memo, бірақ ол кезде енді ол count өзгермесе, мына expensive calculation шақырмайды. Енді біз оған көзімізді жеткізейік, ол үшін біз add to do'ды басымыз керек. Сол кезде calculating шақырыла ма екен көрейік. Мен сақтамаппын, сол үшін шақырылды. Қазір қайтадан көрейік. Қайтадан бәрі жаңарып кетті. Алып тастайық. Енді плюсті басқан кезде ол calculating шақырылады, бірге өзгерді. Енді add to do басқан кезде шақырылмайды. Calculating әлі тұр. Басқа шыққан жоқ. Add to do'ды басып жатырмын, және ол жылдам, бағанаға қарағанда өте жылдам жұмыс істеп жатыр. Осыған дейін use memo-ны қолданбаған кезде ол бір қандай да уақыт алған, және calculating шақырылған болатын.
use callback ол use memo'ға өте қатты ұқсайды. Айырмашылығы тек use memo мәндермен жұмыс істесе, ол мына жерде ол expensive calculation функция қайтарған мәнмен жұмыс істеген болса, use callback ол функцияны есінде сақтайтын болады. Функцияның өзін, мысалы, мына жерде инкрементті use callback-тың ішіне алсақ болады. Use callback мысал ретінде істеп жіберейін, бірақ қазір біз мына жерде айырмашылығын көре алмай қаламыз. Себебі мына жерде ешқандай dependency, ешқандай не жоқ, қолданылмаған, айнымалы. Енді қолдансақ, егер мысалы to-do's қолданып көрейік, set count плюс to-do's деп жасақ қойсақ болады. To-do's length, to-do's нүкте length, оның ұзындығын to-do'сты осылай жазып қоямыз. Және мына жаққа импорт жасауымыз керек. Use callback. Мына жақта енді біз айырмашылығын көп көре алмаймыз, себебі мына жерде мына функция көп орын алмайды. Сонымен достар, 4-ші сабақта біз хуктарды қарап шықтық, 5-еуін өттік. Осыларды енді ақылмен керек жерінде қолданып үйреніңіздер, көп практика жасаңыздар. Сонымен көріскенше достар.